Йоу, бәріңізге сәлем достар, сіздермен бірге болған мен Айскин достар. Достар, наконец-то обновление, шығып кетті, ё-моё, жында обнова болды. Достар, мен Brawl Stars'тан обновить ету шассасымен бірден обновить еттім, кірдім. Кірсем достар кірілмеді, өйткені не үшін өйткені технический перерыв болды, иә. Сосын біраз технический жарты сағаттай өтті, соны айтпай қойған. Обнова қандай болды? Ё-моё, жында обнова болды достар, бізде жында обнова болды. Бірінші мен дейтін осы скиннан бастағым келіп тұр. Осы скин маған қатты ұнады. Атаған еді, ұмытып қалдым ғой. Король варвар скин бұл, иә. Варвар ғой, короче, адам өлтіргіш сондай. Ойбу, қасқа құдайы. Не болып кетті? И мынандай Supercell деп шыққаннан кейін 10 деп шығады. Оның себебі, короче, не ғой? Brawl Stars'ты 10 миллион адам өткізген, иә. Болды. Енді амнау жай айтам. Поконың бірінші мынандай аватаркасы өзгеріп кеткен. Иә. Покода аватарка өзгеріп кеткен, иә. Былайнан, короче, қарап жатыр. Ең бізге қатты ұнайтын персонаж керек болды. Ол бізде Гейл. Прикольно. Артында, короче, мынандай бір бәле айналып тұр. Көрдіңдер ма? Көрсеңдер болды. Гейл, былайша айтқанда гей десем ба, ойбой, деп кешірім сұраймын. Поддержка екен несі. Хроматический екен. Иә. Жақсы, хроматический деген жалпы біртүрлі екен. Біртүрлі, ух ты. Бұрындары, достар, Brawl Stars'та 28-ақ адам болатын еді, ал қазір 36 адам. Бойцов. Короче, обновление көп болды Brawl Stars'та, иә. Сосын персонаждар да көбейіп кетті, иә. Одан кейін бізде ең басты нәрсе ол Brawl Pass қойып тұрғанда, Brawl Pass, иә. Жаңа мен 2 катка ойнадым, одан кейін большой ящик пен маленький ящик аштым. Ештеңке түспеді. Достар, енді катка ойнап, қараңыздар, катка ойнанғаннан кейін сіздер не жинайсыздар? Мынаған жетон жинайсыздар. Brawl Pass'қа, бесплатный Brawl Pass'қа жинағаннан кейін осындай большой ящик, анандай кристалл, так, большой ящик, ё-моё, жақсы. Кейін тәтісі мега ящик аласың. Одан кейін 20 кристалл достар. Просто әдемі оны. Ё-моё. Кәскіде тұрыңыздар. Так, түсір видеоға ораламыз. Енді жалғастырайық, неден кейін қысқа мұқалыма. Одан кейін Гейлға значок береткен достар. Қараңыздар, активирет басасын. Қара. Бірақ менде 169-249 гема дейтін. Вообще неуғын. Конечно, мен еткені боттың ғой, бот. Былайша айтқанда, я бот. Ойына шығып кеткен нұсқасқа. Жында. Қазір мен тағы да оралам. Так, енді тағы да оралды. Мен, короче, ана жерде шумдар көп болатыр. Соңғы кесірінен мен видеоны так аяқтап отырмын қайта. Енді Brawl қайттан кіреміз, квесті қараймыз. Мен базар тары дегенде түсінбедім, достар, не ол вообще? Короче, 100 жетон бере ма, қалай өз? Просто еп деп арға етпек қойын, сыр оразай отырсын. Такой бұл, нағангыр шеш. Босты тегін естейміз ба? Қалай ет? Тегін өте береміз ба не? Жында. Енді, мысалы, келесі неге келетін болсақ, данный бойды қарайтын болсаңыздар, бұда да обновление болған, короче. Ол қандай десеңіздер,
бізде данный бойды қарайтын кезде, мысалы бір нені қарайтын кезде, өзің бойларын қайтадан көретін кезде мынандай әшейін бір сары болып кітапша болып тұратын еді мынада, бірақ қазір көкпеңбек қаламсабымен тұрып қапты. Короче, найс, жақсы. Настройкада барлығы нормально, жаман емес. Біздің настройкамызда чатта болмайды болса. Енді қараңыздар, бір катка ойнап көрсеңіздер көрсеткім келіп тұр, өйткені бұда тоже бір не бар, өзгеріс бар. Интернетім қатпысы болды. Достармен ойнап отқан кезде бірақ көп сөйлемеймін. Ренжімеңіз бір жағына. Кеттік ау. Жүр. Фрэнк, сен ақылды болсаң маған келесің. Басың сейт сенің, кел маған. Ой, бұл бекер келмедің маған, келгеніңде жағыңнан салып жүретін едім. Сосын сен өліп қалатын едің. Сосын сенің банкыңды жинап алып, мен күшігер едім. Кольтна жекеш. Ой, нақ көріндің, тупой. Баса қойт. Тут. Блять, сука. Нахуй. Базар жоқ. Құттықтаймын. Интернеттің қатуымен сіздерді құттықтаймын. Пацаны, сіздерді құттықтаймын. Мен құттықтап отырмын сіздерді бірге. Бізге енді минусқа кірмеу керек, қазір плюсқа кіру керек. Сол кезде тағы не көрсеткен, тағы не қосқанын айтам. Короче, қазір енді ол үшін катка ойнау керек, плюсқа кіру керек. Осы пен жалпы қаншама адамды қинаған, қаншама адамды зорлаған, қаншама адам бұдан өлген. Brawl Старстың андайына шыдамай өліп, телефондарын бетін сындырып сөйткендер бар. Бәлеме, ана жеге келгенде кет қалсасын шықырысын кайтпесе маған тиіс бәле болады. Интернетім жақсы болғанда барып болған тиісетін едім. Бірақ мен аударым осындай ал онка анында жеге шым барады. Ой, бұл ана жерде табыр жеге жүр. Не табасы жүр екен. Бұл тұсыр плюсқа кіреміз, отвечаю. Жана. Обновление жалпы маған ұнады. Обновление. Ох ты, наны аю келе атыр оғасыға. Апа! Жарит. Просто стрик курсты слайын енді. Қараңыз. Осындай жағы нестіп кеткен, жана өзгіріп кеткен. Базы жоқ. Осындай өзгіріп кеткен. Короче, бұрындар топа жинаған кезде бұдай емес еді. Қараңыздар енді, Большой ашам. Не үшін түсті маған? Не үшін түсті пассивка? Адам бермей ма одан чай? Адамсыңдар ба сендер, Supercell. Осындай несі болу керек қойым, стрик көрсеткім келіп атқанында осы. Жарайды енді. Бір мәнісі олар енді видео ұзақ болса да қызық болады оқасыға. Бізге поджигатель керек. Ренжіме бар, атан менде поджигатель бар. Мына екеуіне кедергі жасаймын мен, короче. Екеуіне сундук аштырғызбай. Одан кейін Пэмнің скин тоже өзгерген, соны айтуым кеттім. Пенни
Құр орайшак. Короче, достар, ана булдың скины, булдың варвар скины. Оны барлық расположенияға береді деп ойламайм, барлық регионға береді деп ойламайм. Енді Финляндияның регионында болғасын, одан не көп болады. Сіздерге акцияңыз көп болады, тағы неңіз. Короче, сіздерге мүмкіндік көп болады. Енді поджигатель қазығын етіп алдық. Ол маған ұнамады. Оданша, так, бір лох жүр екен. Қандай лох, қай жердің лохы? Так. Енді обновление бәріне ұнаватыр деп ойлаймын. Так. Ана жерде кім бар өзі? Ой! Жарымсың ба сені? Ё-майы. Кеп алып жағым сындырызды ғой мені. Ё-майы. Гаджетпен жақсы болды. Крыса десе, толып отыр ғой бұл жерде оңбаған неме. Тышқан. Крыса былай айтқанда. Қай жерде отыр анау? Ұнамай отыр маған ше. Ох, тышқаны. Тышқаны. Тышқандар. Менде заряд таусылып отыр. Реально. Бұл болды, достар. Не сходим, стоппади не обязательно. Так. Осындай крысаларын ұмытпайым. Ең бас нәрсе мына. Қараңыздар, достар, бұл ең офигетті. Мынаны қараңыздар. Осыда көп мынандай 90 мың бақ. 90 мың жинасаң, саған 100 не береді. Жетон береді. Ал сен 100 жетонға сен нормальный ящик ашып тастайсың. Бұл жаман емес. Все. Ол үшін бірақ мынандай нең болу керек, короче, не мынау? Кітапша ма қалай? Мен әлі түсіне болған жоқ, қабдаман дұрыс. Просто сіздерге айтып жатырмын. Жасамын болды. Болды, достар, осымен видео аяқталады. Бұл видео ұнады, короче, новое обновление болды. Видео аяқталды. Лайк басып, каналыма жазылып, комментарий жазып, обновға сіздерге ұнады ма, ұнамады ма, соны жазып кетейік. Все. Видео бітті. Лайк, комментарий, подписка. Барлықтарыңа пока-пока. Чау.